Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы сақтардың Александр Македонский әскеріне қарсы күресі. Зерттеу сұрағы: неліктен Александр Македонскийдің сақтарға жасаған жорығы сәтсіз аяқталды? Сабақтың мақсаты Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтау. Бұл сабақта біз Александр Македонскийдің сақ жеріне жасаған жорығын деректер арқылы түсіндіреміз. Ескендір Зұлқарнайын деген кім? Александр Македонский тарихта есімі ерекше қалған атақты қолбасшы. Шығыс әлеміне Александр Македонский Ескендір Зұлқарнайын деген атпен белгілі болған. Оның себебі шығыс халықтары арасында Ескендірдің қос мүйізі бар деген сөз тарап, Зұлқарнейн қос мүйізді атанды. Жалпы Александр Македонский біздің заманымыздан бұрын 356 және 323 жылдар аралығында өмір сүрген екен. Шығыс әлемінің аңызы бойынша Александрде екі мүйіз болған. Сол себептен оны Зұлқарнайын деп атап кеткен. Александр атынан соғылған монеталарда оның мүйізі барын аңғаруға да болады екен. Грек-Македон әскерінің шығыс елдерге жорықтарын басқарған патша Александр Македонский тарихта ұлы қолбасшы ретінде танылды. Ол бар болғаны 30 мыңнан астам әскермен Парсы патшасы Дарийдің бірнеше есе артық әскерін тас-талқанын шығарады. Бұл жерде Македонскийдің парсыларға қарсы әскери тактикасын қараңыздар. Мына жерде жасыл түспен парсылардың әскері, ал қоңыр түспен Александр Македонскийдің әскері көрсетілген. Жалпы парсылар тіпті пілдермен де қаруланған болатын, және олардың қос дөңгелекті арбалар болатын. Ал Александр Македонский болса ерекше тактика фаланга тактикасын қолданып, парсылардың әскерін тас-талқан етіп жеңеді. Ал енді біздер балалар бірінші тапсырмаға көшсек. Бұл жерде сұрақтарға жауап беру керек. Кім өмір сүрген жылдары, шығыста есімін қалай атайды, тарихта қандай әрекетімен есте қалды, Македонский парсылармен соғысқан кезде мемлекет басшысы кім болды? Міне осы 5 сұраққа жауап беріп кетеміз. Александр Македонский біздің заманымызға дейін 330 және 327 жылдары орталық Азияда әскери іс-әрекеттер жүргізді. Оның әскері Бактре соғдынан бағындырып, әрі қарай сақтар жеріне келеді. Жалпы осы Македонскийдің әскері Пелла деген жерден өзін бастауын алып, одан кейін парсылардың көптеген әрі қалалары Вавилон, Персеполь, Антиохия, Гавгамел, Ниса деген қалаларды жаулап алады. Содан кейін орталық Азиядағы Бактре мен Соғдыға өзінің жорығын бастайды екен. Грек-Рим тарихшылары ежелгі заманның аса танымал қолбасшысы Македонскийдің сақтармен соғысы туралы да деректер қалдырған. Олардың бірінде сақтар Македонскийдің әскерімен 2 жыл бойы соғыс жүргізді. Александр сақтарды соғыста тізе бүктіре алмады деген мәлімет келтіріледі. Тарихшы Арианның айтуы бойынша, осы соғыста сақтарды аптап ыстық, шөл және Александрдың лай судан ауырып қалуы құтқарған екен. Македонский әскері сақ жерінде келгенде шөл даладан біраз әлсіреген болатын. Грек-Македон басқыншылары орталық Азияда жергілікті халықтардың табанды қарсылығына тап болды. Әсіресе Мараканда, қазіргі Самарқан және Кирополис, қазіргі Ходжент қалалары табанды қарсылық көрсетті. Жаулаушыларға қарсы шыққан халықтардың арасында сақ тайпалары да болған екен. Сақ тайпаларының жері бізде картада қызыл түспен көрсетілген. Македондықтар сақтардан тартып алған жерлері және шалап алған жерлері Мараканда және Александрия Эсхата деген қалалар болған. Ал балалар, енді екінші тапсырмаға келсек. Бұл жерде бізде тест тапсырмасы. Бірінші сұрақ: қай жылдар Македонский әскері орталық Азияда әскери іс-әрекеттер жүргізді? Екінші сұрақ: Александр сақ жеріне келмес бұрын жаулап алған жерлері қандай болды? Үшінші сұрақ: сақтар Македонский әскерімен неше жыл соғыс жүргізеді? Төртінші сұрақ: сақтарды аптап ыстық, шөл және Александрдың лай судан ауырып қалуы құтқарды деп мәлімдеген тарихшы кім? Және соңғы 5-ші сұрақ: Мараканда мен Кирополис қалаларын не байланыстырады? Александр Македонский әскерлері Сырдария бойындағы қалаларға шабуыл жасаған кезде олардың тылында халық көтерілісі шықты. Бұл көтерілісті соғдылық Спитамен басқарды. Ол сақтармен бірлесіп 2 жыл бойы партизан соғысын жүргізді. Жасырынып жүріп жауларға қарсы күтпеген жерден соққылар ұйымдастырды. Спитамен басқарған партизандар жылқымен жылдам қозғалып, үнемі Александр әскеріне шабуыл ұйымдастырып отыратын.
Арияның дерегі бойынша көтерілісшілер Самарқан қаласын қоршауға алып, көмекке жіберілген Македон әскерлерін жойып жібереді. Зерттеушілердің пікірі бойынша Спитамен көшпелілердің соғыс тактикасын қолданады. Өздерінің соңына түскен Македон жасағына қарсы ашық шайқасқа түспеді. Олар алдап шегіну арқылы жауды тұзаққа түсіріп, соңынан құртып жіберіп отырған. Неліктен олар бұлай жасады? Өйткені Александр Македонскийдің әскері өте көп болатын, ал көшпелілер саны әлдеқайда аз болатын. Содан соң Македонскийдің әскерімен ашық алаңда соғысу өте қауіпті болатын. Сондықтан жаңағы Спитамен басқарған көшпелілер партизандық соғысты жүргізуді әлдеқайда ұтымды деп пайдаланған болатын. Александр Македонский көп шығынмен әрі зор қиыншылықпен көтерілісті басады. Македонский сақтарды бағындыру үшін Сырдария жағасына бекініс сала бастайды. Ол Александрия Эсхата қаласының салынуы арғы жағадағы сақтарды қатты алаңдатады деп жазады Квинц Курций Руф. Александрия Эсхата немесе шеткі Александрия орталық Азиядағы македондықтардың тірек пункті ретінде ойластырылды. Сақтар бұған кедергі келтіруді көздеді. Жалпы грек-македон әскерлері орталық бөліктен келіп, Александрия Эсхата жерінде тірек пунктісі ретінде қоныстанбақшы болды. Ал сақ әскерлері солтүстіктен үнемі оларға қауіп төндіріп отыратын. Александрия Эсхата шеткі Александрия орталық Азиядағы македондықтардың тірек пункті ретінде ойластырылды. Сақтар бұған кедергі келтіруді көздеді. Олар македондықтарға өзеннің арғы жағалауын садақпен оқ жаудырды. Александр Македонский көшпелілерді катапульттардан атқылап, оларды артқа шегінуге мәжбүрледі. Балаларына жердегі ортада тұрған қала Александрия Эсхата қаласы деп елестетіп көріңіздер. Міне осы қаланың жағалауында өзен орналасқан. Сол өзеннің арғы жағында садақшылар, яғни сақтардың күші орналасқан болатын. Олар осы қалаға оқ жаудырған. Жауап ретінде Македонскийдің күші оларға катапультамен тас атқан болатын. Содан тез арада әскерімен өзеннен өтіп, олардың соңына түседі. Бірақ оның бұл әрекеті Македон әскерін жеңіліске ұшырата жаздады. Македонскийдің өзі бұл жорықта ауыр жарақаттанады. Оның сақ тайпаларын басып алу мақсаты сәтсіздікпен аяқталады. Осылайша орталық Азия халықтары, соның ішінде сақтар да өз жерін ұлы Македонскийге қарсы күресте сақтап қалады. Садақшылар Македонский әскерін аяусыз қырады. Ал сақ атты әскері шетелдік грек-македон басқыншыларына қарсы табанды қарсылық көрсетеді. Міне осылайша балалар сақтар өздерінің жат жерлік Македонский әскеріне қарсы күресте азаттықты сүйгіш ретінде көрсеткен болатын. Ал үйде не жасаймыз? Үй тапсырмасы, эссе жазамыз. Тақырыбы Спитаменнің ерлігі. 7-10 сөйлемнен тұру керек. Мына төменде көрсетілген суреттерді қолдансаңыздар болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.